Тараздың тойханаларын әскерилер қоршауға алды. Қаладағы ұзын саны 74-ке жуық кешеннің алды қатаң күзетіліп жатыр. Өйткені облыс орталығында тығылып той жасаушылар тыйылмай тұр. Мобильді топ бір түнде 25 тойдың үстінен түскен. Аймақта аурудың саны артып жатқанда аудан әкімінде той тойлап ұятқа қалды. Осылайша табалдырық аттатпаған той иесі тексерушілермен төбелесуге дейін барды. Тіпті тойхана иелері карантин талаптарын бұзған халықты тарқатуға келген облыс әкімі орынбасарының жағадан алды. Жоқ, сіз тоқтаңыз. Дәулет мырза, сіз тыңдаңыз мен енді. Тыңдаңыз, менде 5 балам бар. Сіз менің балаларыма жауап бересіз ба? Менің балаларыма тамақ бересіз ба? Бизнес мен 2 миллион месяц плачу. Не істейсіз, тойға бармаңыз, не істейсіз? Ережемен ескертуді елемеген осындай кәсіпкерлерге соңғы 10 айда 90 миллион теңге айыппұл салыныпты. Ал ауру көрсеткіші өңірде өршіп барады. Bir күннің ішінде 186 адам ковид жұқтырған. Қазір қаладағы барлық 220 дәмхана қатаң тексеріліп жатыр. Оның ішінде 21 дәмхана бойынша біз сотқа жібердік. 230 есептік айлық бойынша айыппұл салынады. Ол дегеніміз 670.910 теңге. Ауру асқынған тұста Байзақ ауданының әкімі Бақыт Қазанбасов та өзінің 60 жасын тойлап желідегі жұрттың табасына қалды. Жақсы айғыр қартайса да жал тістеген. 40-тағы жігіттей құлшылдап тұр. Нарушение запрет. Байзақ ауданы әкімі Қазанбасовқа жеке тұлға ретінде шектеу шарасын бұзған үшін 84 мың теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынды. Шенеунік аз жазамен құтылғанмен тойхана иесі 700 мың теңгеге жуық айыппұл арқалайды. Мамандар аурудың өршуін тойдың тыйылмауынан көреді. Сондықтан Тараздағы тойханалардың алдын күзетуге ұлттық ұлан сарбаздары жұмылдырылды. Данияр Әлімқұл, Нұрлыбек Құдияров, Айбат жаңалықтар қызметі, Тараз.